Hey, 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 қалайсың? Сенімен бірге Франи кел. Да, ну да. Алдыңғы видеода уәде бергендей бүгін бізде оценка канала. Шарты простой. Яғни осы видеосына комментарий жазасың. Және мен жазылған комментарийлер арасынан біреуін таңдап алам да бағалайтын болам. Барлығы түсінікті деп ойлаймын. Кеттік. Так, ескерту. Оценка барысында микрофоннан шум шығуы мүмкін. Кешірім сұраймын. Өтінемін, үлкен мән бермей ақ қой. Кеттік. Окей. Мынау бізде таңғы видео. 28 просмотр. 8 лайк. Қалай ютубтан видеоға просмотр жинау болады. Так, біз комментарийларға бірден түсеміз. Так, комментарий бағаны өте аз. Сол себепті мен мына жерден тек Арсенчикті таңдайын. Себебі аватаркасы да шамалы тартымды болып тұр. Арсенчик. Аватарка бұл әрине мультсериалдағы персонаждың аватаркасы. Яғни бұл бізде егерде қателеспесем Гравити Фолз мультсериалдағы персонаж. Мүмкін мен қателесуім мүмкін, себебі көп қарай бермеймін. Шапка минималистически жасалынған, яғни ешқандай артық заттар жоқ. Арсенчик Сапсагес Про. Мына жерде ағылшынша сөз емес, мүмкін қазақша сөзбен жазғанда дұрыс еді деп ойлаймын, типа жазылымдар деген сияқты. Егерде шапка жағынан қарайтын болсақ және аватарка жағынан қарайтын болсақ, мен біраз нәрсе қосар едім шапкаға және аватаркаға. Ал былай минималистик әрине өте жақсы, көп көз ауыртпайды дегендей. Бірақ сонда да егерде шамалы әдемілік болса, керемет болар еді. Так, главный страницада тек қана сев видео бар. Бұл өте нашар. Шамалы әрлеуге болатын еді. Бұл жақта да типа трейлерге өзінің соңғы видеоны алып қойды деген сияқты. Мысалға жаңағыда кірген подписчиктерге автоматически түрде трейлер тегі видео қосылады. Автоматически түрде видеолар көрсетілетін болады. Мына жерде плейлисттерді қоюға болатын еді. Әрине егерде менің страницама кіретін болса, яғни менің каналыма кіретін болсан, бұл жерде менің каналымда барлығы жақсы көрсетілген. Так, видеоға кіреміз. Превьюлер. Жақсы превьюлер. Превьюлерге айтатын ешқандай да сөз жоқ. Так, описание, то есть о канале. Бұл жерде шамалы толтыру керек еді. Яғни каналға кілтті сөздерді пайдаланып біраз нәрсе қосуға болады. Бұл сенің каналыңды тез табуға өте қатты көмектеседі. Және де өзінің данныйларында қосып қойсаң да болар еді бұл жерге. Типа подписчикпен бірге обратная связь деген сияқты. Так, қысқаша қарап қояйын мақтан. Плейлисттерді қарауға болады енді. Плейлист әрине обычный плейлистер деп ойлаймын. Және басқа ештеңе қосылмаған. Иә. Плейлисттерде де оптимизация жасауға болады. Егерде білмеген жағдайда. Жарайды, соңғы видеоны қарай салайық. Так, 07. 06. Нормально. Яғни интроны бұл уақыты көп уақытын алудың қажеті жоқ. Барлықтан ескертіп қоямын. Интро қысқа болу керек. Видео соңына конечный заставка деген нәрсе бар. Соны қойып қойған дұрыс деп ойлаймын. Себебі бұл сені аудиторияның тереңдігін көрсетеді. Яғни айтқанда типа бұл видеоны көріп болғаннан кейін келесі видеоға рекомендация беру деген сияқты ғой, басқа да видеоларға кіріп кетуіне. Себебі қызыққан адам басқа да видеоларда осы конечный заставка арқылы кіріп отыратын болады. Өсіп сен өзінің арнандағы глубина аудитория деген нәрсе бар, соны көтерер едің. Ол арнаны көтермелеуге жақсы әсер етеді.
Монтаж жағынан сөз жоқ, видео жағынан да сөз жоқ. Качество 720 нормально, HD бар, минимальный разрешение деген сияқты ғой. Монтаж жағынан да сөз жоқ, мен білем, бұл арнаны бұрында да қараған. Монтаж тоже нормально. Так, енді описание келеміз. Так, оптимизация жасалынбаған, бұл өте нашар. Музыкада авторское правода музыка бар, жарайды, бұны қарамай қояйық, енді авторское право дегенде де. Көбінесе пайдаланбаған дұрыс деп ойлаймын авторское праволар. Так, қарайтын болсақ, тегте енді қалай айтсам болады, видеоға қатысы жоқ тегтер алынған бұл жерде. Олардан анамына деген сияқты болатын көмектесу өте аз, көмектеспейді десем де болады. Егер де осы тегтерге сәйкес видео аты болса, вот именно сол кезде көмектесу мүмкін. Және де видео аты және описаниеде де тегтерге байланысты жазылу керек. Яғни айтқанда осы тегті пайдаланып отырып, описание бір сөйлемді құрастырып шығу керек еді. Сол кезде оптимизация жақсы жүреді. Яғни айтқанда тегтерді пайдаланып отырып тақырыптарды құрастырған жағдайда және описаниеде де тегтерді пайдаланған жағдайда оптимизация жақсы жүреді. Және де көбінесе егер де қалай айтсам болады, Қазақстанда бұл нәрсе өте қатты қаралмайды, бірақ та негізінде алгоритм бойынша тегтер видеоға байланысты болу керек. Қазақстанда әлі жасалынбаған бұл, себебі қазақ тілі ютубта аз, яғни оптимизация жасалынбаған. Бізде қазақ тілі автоматический субтитры жасалынбайды. Сол себепті бұл жағын әзірше жеңілдікпен қарауға болады. Комментарий жағынан болатын болсақ, өз көрермендеріңге жауап беріп отқан дұрыс деп ойлаймын. Бұл көрермендермен связы жақсартады. Бастапқы уақытта көрермендермен ответ жазып отқан дұрыс деп ойлаймын. Болды, басқа да ешқандай замечание жоқ менде. Осындай. Описаниені дұрыстайсың. Тегтерді де дұрыстаған дұрыс. Аватарка мен шапқа келетін болса шамалы өзгерткенде дұрыс болатын еді. Сосын аканалияны толтырамыз. И главный страницада шамалы әрлеген дұрыстаған. Осындай бізде. Так, арна керемет, видеоға сөз жоқ, монтаж керемет. Бұндай монтажға көтерілуіне сол алдағы уақытта айтқан нәрселер дұрыстаған жағдайда просмотрлар көбейеді дегенге сөз бере аламын. Егер де сен оптимизация жағын дұрыс түсінбеген жағдайда болса, мен видео астына бір кереметтей орыс арнаның видеосын тастап кетемін. Егер де орысша жақсы түсінсең, сол видеоны қара. Және қарап отырып, арнанды мен айтып кеткен нәрселерді дұрыстағаны дұрыс болады. Осындай. Осымен болды. Сенің комментарийлер күтем. Видео ұнаса лайк және мені арнама жазылуды ұмытпа. Өтінем, подписаться етші. Мүмкіншілігің болса, достарыңа таратып репост жасашы. Бұл маған үлкен көмек. Сенімен бірге болған Про Никит. Келесі кездескенше. Сау.